Сәлем қыздар, сіздермен бірге Ақнұр. Бүгінгі видеода біз пияз нан жасап үйренетін боламыз. Нанымыз өте дәмді болып шығады. Үйіңіздегілерді жасап қуантыңыздар. Оңай дайындалады, дәмі өте ерекше. Арасындағы пияз ерекше нанға дәм береді. Әрі тойымды, түскі асқа жасасаңыздар керемет. Ең бірінші ыдысымызға жылы су құямыз. 1 ас қасық қант, жарты ас қасық толтырып, тұз саламыз. Ергенше араластырып аламыз. 1 шай қасық дрожь саламыз. Сосын 2-3 ас қасық шамасында сұйық май құямыз. Жақсылап барлығын біріктіріп араластырып, ұнымызды қосып отырып, аз-аздан жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды бетін салатанға салып, жылы жерге 1 сағатқа қалдырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып көтеріледі. Қамырымызды бір қайтара иілеп, оның көмегімен 2 бөлікке бөлеміз. Бізде 2 нан шығады, үлкен 2 нан. Екі бөлікке бөліп, жұқалап жаямыз осылай. Сосын ертілген сары май қосамыз. Арасына жағып шығамыз. Алдын ала пиязымызды турап, қуырып аламыз. Тұз бұрышын сеуіп, майда қуырамыз. Нанымыздың ортасына саламыз, начинка ретінде. Сосын осылай рулет тәріздес етіп ораймыз. Осылай қамырымызды орап алып, ұн сеуіп отырып, осыны жайып, 2 нанымызды да осылай істеп, пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Осымен біздің нанымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің YouTube каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда сапалы видеолар мен рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Ақнұр. Астарыңыз дәмді болсын.